Және кеше біле білсеңіздер, эфир соңында бір хабарландыру айтқан едік. Бүгін бір қатысушы қосайық жобасымен қоштасады деп. Оның есімі әзірше Дана емес. Дананың жағдайы Сейфулла студияға келе ме, келмей ме, сол кезде белгілі болады. Оған дейін өзге қатысушы. Айбат. Ол біліп отыр деп есептеймін, және ол қыз емес, ер азамат. Нұрсұлтан да біліп отырған сияқты. Кім екен? Ол соңғы болған оқыс оқиғаларға байланысты қабылданған шешім. Неге бәрі Нұрсұлтан ба деп жатыр? Қандай оқыс оқиға жоқ қой менде? Іштей, егер сол қатысушының эмоциясына қазір көз жүгіртетін болсаңыздар, бәрін оқып түсінуге болады. Қазір өз-өзінен күдіктеніп отырған бір 3 жігіт бар негізі. Солардың бірі біз қабылдаған шешім бойынша бүгіннен бастап қосылайық жобасымен қоштасады. Және әрине, Санат емес, Алмат. Негізінде Санат, сіздің эмоцияңызға қарап, сізбен бір әзілдеп ойнаймыз ба деп едік, қатты қорқып кеттіңіз. Содан кейін жарайды, жүрегіңізді жараламай қояйықшы дедік. Мен Алмат екен білген бірмен, Диана ханым, сол сразу Алмат емес па деп. Ол қымбатты көрермен келген мәліметке байланысты қабылданған шешім. Өзіңіз де мүмкін түсініп отырған шығарсыз, Алмат. Ол қыз, ол жоба ережесін шартын бұзу, бізге мүлдем қатысы жоқ қыз. Сол бойынша енді ол ақпарат тек қана ұжымға келді деп есептемеймін. Мүмкін қатысушылардың кейбіріне де келген шығар, көрген шығарсыздар. Ол кәдімгідей ашықтан ашық Алматының бір көңіл көтеретін жерлерінің бірінде видео. Тіпті мен сізге ұялы телефонымнан да көрсете аламын. Жоқ екен, өшіріп тастапты. Бірақ сіз білесіз, Алмат. Е? Айта беріңіз. Білемін дегенде Диана ханым негізі жобаға қарсы, немесе жобаның қалай десем батандай заңына қарсы тұрмаймын еш уақытта. Бәлкім енді сондай нәрселер келіп жатса, онда отыруға лайық емес болармын мен. Өйткені мұқтаж келіп болып жатса, бірақ келді, және қалай болар екен? Онда сізге қазір жарнамада өзіңіздің редакторыңыз барлығын көрсетсін. Сол кісіде болу керек, сурет қателеспесем. Одан кейін мүмкін түсінерсіз, не үшін бұндай шешім қабылданды аяқ асты бір күннің ішінде. Бізде қазір жарнама, қымбатты көрермен, жарнамадан кейін Алматпен